Assalamu alaikum, Kısa Kabar kanalının görüşçüleri. Amansızlarбы? Qarаңыздар, biz Ordalı Oş şahrыбыздын Жапалак автоунаа базарына келдик. Бул жердеги автоунаалардын бааларын сизге тартып көргөзөбүз. Андыктан бизге лайк жана подписка кылууну унутпаңыздар. Жана ушул видеолорду биринчилерден болуп көрүү үчүн коңгуроочону баспаңыздар, анда эмесе кеттик. Базарыбызга кирип келгенде эле ушул Nexia 1 автоунаасын көрүп калдык. Бул Nexia 1 автоунаасын карап кетсек, караңыздар. Мотор жагын силерге бир көргөзүп өтөбүз. Жана бул жерде маалыматтарын көргөзүп кетсек, баасына 170 миң сом дейт, жылы 2006. Сыртынан бир көргөзүп кетсек. Ал көргөнүздөй эле аябай сом турат. Мына. Азыр силерге салонда көргөзүп кетсек. Мына. Салонго бир баа бериңиздер. Эгерде автоунаабыз кызык болгон болсо, байланыш номерлерин сизге көргөздүк. Ошол номерге кайрылып, толук маалымат аласыздар. Ben de koç ben de. Evet 170 milyon turat. Dadil çok güzel sütür veriyoruz. Biraz alaçı. Aslında tolkan iş gerek işi çok. Досуз толкан берип беребиз дейт. Эгерде реал клиенттер чыккан болсо, нормально түшүп, машинаңызды берип беребиз дейт. Нейсе эмесе туугандар, ушул Nexia'ны бир карап кетсек. Өңү көк түстө, көргөнүздөрдөй эле, ал сыртынан силерге бир көргөзүп кетсек. Анда эмесе туугандар караңыздар. Абалы өтө зор. Салондан бир баа бериңиздер. Силерге толук маалыматтарын, бааларын тартып көргөзөбүз. Андыктан бизге лайк жана подписка кылып коюңуздар. Мына. Бул жерде толук маалымат көргөзүп кетиптир. Баасы 180 миң сом дейт. Бир көрүп кетиңиздер. Эгерде машина кызык болгон болсо, байланыш номерлерин көргөздүк. Толук маалымат аласыздар. Урматтуу туугандар, бул Nexia 2-ни караңыздарчы, аябай сонун турат, аябай мына мощный. Өңү көк түстө көргөнүздөрдөй эле. Жылы 2012. Сыртынан мына жалтырап, отражениянын көргөзүп турат го. Мына. Ичинен салонун бир көргөзүп кетсек. Мына. Салонуна бир баа бериңиздер. Сыртынан бир 360 градуска көргөзүп кетсек. Мына. Машина аябай сонун турат. Эгерде автоунаабыз кызык болгон болсо, ошол байланыш номерлерге кайрыласыздар, силерге толук маалыматты беришет. Туугандар, караңыздар, Matiz 3 автоунаасы. Свежий перегон дейт. Өзүмдүн баасын айтабыз. Салондагы бир тартып көргөзүп кетсек. Коробка автомат. Караңыздар. Салонуна бир баа берип кетиңиздер. Мунун баасын 340 дедиңизби? 520, Басыны 520 дейт. Немесе туугандар, дагы бир Matiz 3 автоунаабыз. Караңыздар. Азыр баасын сурап айтабыз. Бул жерде маалыматтарды жазып коюптур. Караңыздар. Ушундайдан окуп, машинанын баасын келишим түзүп аласыздар. Баасына токтолсок, баасы канча ака? Баасы. Matiz. Баасына 540 дейт. Свежий перегон дейт. Немесе туугандар, дагы бир Matiz 2 автоунаабыз. Мунун баасы 260 миң сом дейт. Ушуну кайрылып толук маалымат аласыздар, сиздерге сыртынан бир көргөзүп кетсек. Караңыздар. Машинага бир баа берип келишим түзүп аласыздар. Немесе туугандар, дагы бир Matiz 2 автоунаабыз. Азыр мунун баасын айтабыз. Бул жерде маалыматтарын карап кетсек. Азыр сизге баасын айтабыз. Мунун баасы канча экен ака? 350 миң. Баасын 350 миң сом дейт. Сыртынан бир көрүп кетсек. Туугандар, мына ушул Matiz 2-ни карап кетсек, мунун баасыны 280 миң сом дейт. Ошону менен кайрыласыздар, эгерде машина кызык болгон болсо, ошону алып коюп. Машина кимдики? Matiz ошондой баа болуп атат. Туугандар, ак түстөгү Matiz 3 автоунаабыз. Мунун жылы 2008 дейт, көлөмү 8. Сиздерге баасын сурап айтабыз. Андыктан лайк жана подписка менен колдоп коюңуздар. Баасыны болсо, баасы канча ака? 430 деп атабыз. Баасы 430 миң сом дейт.
ошол номерге каралсаңыз силерге толук маалыматты беришет. Мына эмесе ушул Nexia 2 автоунаазда сатыкта экен. Силер бирси түсү сыртынан бир көргөзүп кетсек, азыр силерге баасын айтабыз. Андыктан машинага бир баа берип кетиңиздер. Силерге мотор жагынан тартып көргөзүп кетебиз. Байкаңыз көрсөтөт мына. Мотор жагы аябай сондырып караңыздар, жалтырап көздүн нурун алат го. Мына караңыздар. Аябай мотор жактары аябай таза экен. Эми салон жагынан көргөзүп кетсек. Салон жагына мына байкаңыз бул жакта чехолдор менен кийгизип коюптур мына машинаны. Силерге таяр кылып, только минсин деп таяр кылып коюптур машинабызды. Эми азыр баасына токтолуп кетсек, баасы канча? 265. Баасын 265 миң сом дейт. Эгерде реал клиенттер чыккан болсо, түшүп бересиз, ооба, реал клиенттер чыккан болсо, баасын силерге түшүп беришет. Мына ошол Nexia'быздын номерлерин тартпай калыппыз, ошол номерлерин көрүп коюңуздар. Мына ушул номерлерге караласыздар, эгерде Nexia кызык болгон болсо. Мына ошол Lasetti'ни бир карап кетсек. Мына эмесе туугандар, бул машинаны карап кетсек. Москвич деп коет окшойт. Мына караңыздар. Сыртынан бир көрөздүк. Азыр ушул номерлерге караласыздар, бирок баасын бере албадык. Машинабызды өзүңүзгө керек болсо, кызык болгон болсо, номерлерине кайрыласыздар. Салонуна бир баа берип кетиңиздер. Караңыздарчы. Аябай сон машина экен бул машинабыз. Мунун баасы канча экен? 150. Баасын 150 миң, 150 миң дейт. Караңыздар. Баасын 150 миң сом дейт. Мына эмесе туугандар, Жигули 07 автоунаасы. Сиздерге сыртынан бир обзор кылып көргөзсөк, анан баасын айтып көргөзөбүз. Мына караңыздар. Мына баасын 130 миң сом деп коюптур. Мына кеми бар да? Жигулибизди 100 миңге берем дейт. Эгерде реал клиенттен чыккан болсо. Жигули 06 автоунаасы сатыкта. Азыр мунун баасын айтабыз. Жылы 2000 экен. Көлөмү болсо 1.6. Сиздерге сыртынан бир обзор кылып көрүп кетсек. Көрүңүздөр элес, бурулган, чириген жерлери жок машинабыздын. Машинабыз жакшы абалда. Ачык болсо салонун көрсөтсөк. Салонуна бир баа берип кетиңиздер. Мунун баасы канча болот ошондо? 220 кам. Баасын 220 миң кеми бар дейт. Мына эмесе ушул 07 капкара түстө сатыкта. Караңыздар, азыр сыртынан көрсөтсөк, жылы 2010, объем 1.6. Мунун болгон жери кара түстө экен. Энди баасына токтолсок, баасына 140 миң сом дейт. Ошол номерлерге карап толук маалымат аласыздар. Мына эмесе туугандар, дагы бир 07 автоунаабыз, жылы 2011 экен. Серебристи түстө сыртынан бир көрүп кетсек. Көрүңүздөрдөй эле аябай сонун турат. Бурулган, чириген жерлери да жок экен. Ошондуктан машинабызды болсо 210 миң сом дейт. Сумманы караласыздар, эгерде машина кызык болгон болсо, силерге толук маалыматты беришет. Мына эмесе туугандар, ушул машинаны билген, кызыккан адамдар болсо, ушул машинада бир көрүп кетели. Мына. Карасаңыздар, бул машинабыз УАЗ. Сыртынан көргөздүк. Азыр баасына токтолуп кетсек, баасыны 550 миң сом дейт. Инжектор, гидравлический руль. Объему 2 жети. Туугандар, Нива автоунаасы. Муну сыртынан карап бир көргөзүп кетсек. Силерге баасын айтабыз. Андыктан бизге лайк жана подписка кылууну унутпаңыздар. Баасына токтолсок, баасына 450 миң сом дейт. Жылы 2012.
Kölemi bolsa 1.7. Жигули 07 автонат саттықта. Сыртынан bir көріп кетсек. Қараңыздар. Бағасыны 180 мың сом дейді. Көлемі 1.6, жылы 2006. Бұл Жигулиді қарап кетсек, бұл дағы 07 автонасы. Bunun bağısını bolsa 280 мың сом дейді. Коробка механика, сыртынан bir көріп кетсек. Машина қызып болған болса, номерлерін көрсек, ошол номерлерге байланыша толық маалымат аласыздар. Туғандар, қара түстегі Lacetti автонасы сатықта. Мұның жылы 2008, сыртынан bir көріп кетсек. Bunun bağısına тоқталсақ, bağısını 260 мың сом дейді. Şunun önüne yıkırlasıdır егерде машина қызып болған болса. Bundan mesela tuğanlar Mighty Zeki avtonağız. Bağısını 360 deydi. Қараңыздар. Sizden malumatlarını okup başlarını sorasanızlar болады. Sırtından bir kırmızı petsek. Salonun қараңыздар. Таза тыққан салоннан екен. Nexia 1 автонасы саттықта. Бағасыны 140 мың сом дейді. Андықтан машинаны bir sırtına kırıyorsak. Şimdi bağısına toktolup gitsek. Şunlara 140 мың сом. Şunları yıkarlasıdır егерде машина қызып болған болса. Nexia 1 автонасы саттықта. Sırtından bir kırıyorsak gitsek. Bağısına 130 мың сом дейді. Sırtından bir sıra kırgözüp. Buna mesela arzan Nexia 2 avtonağız. Bağısını 160 мың сом deydi. Коробка mexanika. Көрініші көрініздерді öyle. Havalı şunday. Şunu öyle қарастыр, егерде машина қызып болған болса, sizге толық маалыматты берішеді. Buna mesela туғандар Nexia 2 avtonağız. Жаңы, свежий. İçinde paketleri менен тұрады. Қараңыздар. Sizlerге бұл жерде татып көрсек. Жылы 2010. Kısa Haber kanalı. Kısa Haber. Вот. Полный комплект. Görüntüler de öyle. Ayağım sonun başına. Sizlerge толық malumatını көрeceğiz bu жерде. Kölemi 1.6. Коробка mexanika. Cena 330 мың, ha? Cena 330 мың. Salonu bir көріңіздер. Mighty Zeki avtonası жылы 2004, bağısını 340 мың сом deydi. Қараңыздар, сағын көріп кетсек bağısını. Сыртынан мына bir обзор қылып көрсек машинамызды. Ал көргендерде öyle, аябай сон тұрады. Сіздерге салонына açık көргіземіз. Sizlerге маалыматын көрсек, ошондуктан ошол номерлерге кайрылып, толук маалымат аласыздар. Ушул кара түстөгү Getsta сатыкта, мунун көлөмү 1.4. Ушул жерге толук маалыматты жазышкан. Сіздерге баасын айтабыз. Мунун баасы канча ака? 200 кеми бар, а? Баасын? 500 бе? 500 кеми бар дейт. Эгерде машина кызык болгон болсо, номерлерин көргөздүк, ошонун номерлерге кайрылып, толук маалыматты аласыздар. Мына mesela тугандар, Nexia 2 avtonağız, жылы 2013. Sırtынан sizlerge bir көргөзүп кетсек. Машинабызга bir баа берип, өзүңүздөр келишим баада аласыздар. Номерлерин аз көргөзөбүз. Ушул номерлерге байланышсыздар, sizlerge толук маалыматты беришет.
Мына салонuna bir көз қарап кетсек. Сіздерге номерлерін көрсек, ошол номерлерге байланышып толық маалымат аласыздар. Туғандар, дағы bir Getz автоунаасы сатықта. Жылы 2014, жылы 2004 көлемі 1.4 екен. Емен оның бағасына тоқталсақ, азыр сіздерге бағасын айтамыз. Анықтан салонына bir баға беріп кетіңіздер. Салонында пакеттерімен тұрады. Бағасына қанша айтыңыз? Бағасын 440 мың сом дейді. Бұндай мәсе туғандар серебристый түстегі Mighty Zeki автоунааз. Оның жылы 2013, көлемі 08, полный комплект. Сысынан bir көріп кетсек. Бұл салонына тоқталсақ, салонына қараңыздар. Салонына bir баға беріп кетсеңіздер болады. Енді бағасына тоқталсақ, бағасына 320 мың. Бағасына 320 мың сом дейді. Getz автоунаасы көргендер өңі қызыл түсті. Сіздерге бағасына сұрап айтамыз. Андықтан лайк және подписка қылып қойыңыздар. Бұл жерде маалыматтарын жазып қойып тұр. Бағасына тоқталсақ, бағасы қанша әке? 400. Бағасына 400 мың сом дейді. Шunu неге қараласыздар, егерде машина қызып болған болса. Chevrolet Spark автоунаасы көріңіздерде түсі ақ түсті. Жылы 2018. Коробка автомат. Енді мұның бағасына тоқталсақ, бағасына $9200 дейді. Ұшыл нөмірге қарасаңыздар, сізге толық маалыматты бершеді. Мұна mesela Getz автоунаасы сыртынан bir көріп кетсек, азыр бағасында тартамыз. Бағасына тоқталсақ, бағасыны 580 мың сом дейді. Ұшыл нөмірге қараласар, сізге толық маалыматты бершеді. Жылы 2008. Мұна mesela дағы bir Mighty Zeki автоунааз, жылы 2008. Бағасына көріңіздер 230 мың сом дейді. Сыртынан bir көріп кеттік. Қараласты. Mighty Zeki автоунаасы ақ түсті, қараңыздар. Бағасыны 270 мың сом дейді. Қараңыздар, өзіңіздер машинаға баға беріп, келішін түрде аласыздар. Номерлеріні көрдіңіздер, осы номерге қараласыздар. Mesela туғандар, Mighty Zeki автоунаасы сыртынан bir көріп кетсек, жылы 2009. Қараңыздар, серебристый түсті. Машинаға bir баға беріп кетіңіздер. Бағасын сұрасақ. Бағасы қанша әке? Бағасына 380 мың сом дейді. Туғандар. Бұл жерде номерлерін көріп қойсақ. Şu номерге қаралып, толық маалымат аласыздар. Салонына bir көріп кетсек. Коробка автомат. Немесе Mighty Zeki автоунааз бағасына 160 мың сом дейді. Жылы 2005. Қараңыздар. Сіздерге сыртынан bir көріп кетсек. Машинаға bir баға беріп кетіңіздер. Сіздерге толық маалыматты көріп азыр мұны. Şu номерге қаралып, толық маалыматты аласыздар. Mighty Zeki автоунаасы өңі көк түсті. Бағасына 250 мың сом дейді. Сіздерге сыртынан bir обзор қылып көріп кетсек. Машина көріңіздерде аяғы соны тұрады. Сіздерге салонына тартып көргіземіз. Коробка автомат екен. Мына қараңыздаршы. Машинаға bir баға беріп кетіңіздер. Салонын сіздерге көріп жатасыз. Коробка автомат. Şu номерге қарылып, толық маалымат аласыздар.
202 kızıl түсті, басын 270 мың сом дейді, көлемі 08, жылы 2006. Сыртынан бір көріп кетсек. Қымбатты көршілер, бізге подписка жаңа лайк басуын ұмытпаңыздар. Сондықтан біз сіздер қалаған машинаны тартып көргіземіз. Сондықтан бұл машинамыздан мағлұматтарды көріп кетсек. Соңында қызыл түсті екен.